Қайырлы күн достар, бұл өмірде барлық адам бақытты болуға лайықты. Әр адам бақытты болу үшін өзін өзі жақсы көруі керек. Алайда көбі бұған қалай жетуге болатынын біле бермейді. Өзін жақсы көретін әйел заты ерінің назарына тәуелді болмайды. Сүйіктісінің 24 сағат жанында отырып қамқор болу мүмкін емес екенін түсінеді. Бүгін кешегіден кеш жазды, бүгін 2-ақ рет хабарласты деп ренжімейді. Керісінше бар уақытын сыңарына арнайтын еркектен қорқу керек екенін біледі. Себебі ол не өз жұмысына немқұрайлы қарайды, не мүлде жұмыссыз отырған адам. Әйелінің жанынан шықпайтын адамның сыңарына демалуға мұрша бермейтіні анық. Жанынан бір секундқа да себепсіз жібермейді, алаңдатып мазасын алады. Әр адам жеке тұлға. Әрқайсыңыздың істер ісіңіз, бөлек қызығушылықтарыңыз бен достарыңызбен болғаныңыз жөн. Үнемі бірге болу мүмкін емес. Жұмыстан кеш келген, сені сүйемін деп айтуға ұмытқан еріне тек әлсіз әйелдер ренжиді. Өзіне сенімді ару сағаттап күтудің орнына өз ісімен айналысуы қажет. Тұлғалық қасиеттеріңізбен жеке қызығушылығыңызды ұмытып кетпеңіз. Ойында ештеңе жоқ, еш нәрсеге қызықпайтын әйелдер ер адам тез жалығады. Өзін күту жайында тағы айтып өтсек, әрине бұл кеңесті сіз талай рет естіген боларсыз. Көбі бұған қазір иә, өзіңді күту керек, әдемі болу керек деп қолын сілтеуі мүмкін. Алайда бұны қайталай беруге даярмыз. Неге? Бұл сүйіктіңізді ұстап қалу үшін бе, ол үшін әдемі болып жүріп, оны ұятқа қалдырмау үшін бе? Жоқ, мүлде олай емес. Өзіңізге деген сыйластық, сенім мен сүйіспеншілікті нығайту үшін. Барлық адам бұл өмірге жалғыз келіп, жалғыз кетеді. Осы қағиданы есте сақтап, ең алдымен өзіңіз үшін сұлу, сымбатты болып жүруге тырысыңыз. Әрине, баланы бағап отырған жас аналар кезінде қарауға уақыт таба алмауы мүмкін. Дегенмен ең болмағанда аптасына 1-2 рет шашқа, бетке маска жасап, ыстық душқа түсіп тұру керек. Әдемілікті әр адам арқалай түсінеді. Күтім деген ұғым макияж бен шаш сәніне қатысы жоқ. Күтім тазалық, жинақылық. Егер сүйіктіңіз сізбен сөйлесуге уақыт таба алмаса, өз шаруаңызбен айналысып, достарыңызбен кездесіп, көңіл көтеруіңізге болады. Біреуді өміріңізде ұстап қалуға тырыспаңыз. Жаныңызда қалғысы келетін адам ешқайда қашпайды, онсыз да сіздің жаныңызда қалады. Сондықтан мына қысқа өмірде бір-бірімізді бағалап, өзімізді күтіп, және сонымен қоса айналамызға шуақ шашып, өзімізді және де өзгелерді бақытты етіп, барлығымыз бақытты болайық. Сау болыңыздар.